Ол келін сіздің үйіңізге сіз үшін келді да. Сіздің үйіңізге бір бөтен біреу үшін келген жоқ. Дүние мүлік үшін келген жоқ. Бала шаға үшін келген жоқ. Үй жоқ болғаннан келген жоқ. Қай қазақ өзінің қызын жаман ұстайды? Әрбір қазақ өзінің қызын қыз мұңлық деп тұрып, құрмет деген төрге шығарған тамақтың ең тәттісін береді. Сондай үйінде сондай болып жүрген қыз сіз үшін сіздің үйіңізге барып тұрды. Ал келесіде сіз бір-екі нәрсесін көтере алмастан сырыңызды басқаларға білдіріп жатасыз.